Барлығына сәлем. Бүгін біз сіздермен кинематикаға көшеміз. Кинематиканы бастамастан бұрын сіздерге алдымен үш тақырыпты түсіндіріп кетейін. Позиция, орын алмастыру, перемещение деп айтамыз, және дистанция, жүрген жолы. Орын алмастыру мен жүрген жолы екеуі көп жағдайда әртүрлі болады. Соның айырмашылығын бүгін сіздерге көрсетіп кетемін. Мысалға позицияны қарастыратын болсақ, мысалы мынандай бір жазықтық бар деп алсақ, x1 болсын, x2, мына жерде x3. Мысалға x1 бізде 0 деп алайық, x2-ні 4 деп алсақ 4 метр, ал x3-ті 9 метр деп алсақ. Мысалы қараңыздар, позиция дегеніміз, ол мына жерде мысалы бір адам тұрса, оның позициясы x1 яғни 0 болады. Ол мына жерге жылжыса, мына жерге келсе, оның жүрген жолы перемещениеде орын алмастыру, ол бізде 4 метр болады. Және оның позициясы тоже x2 яғни 4 метр болады. Ал орын алмастыру, мысалы S деп белгілейміз оны, немесе дельта x деп белгілейді. Ол x2 алынған x1-ге тең болады. Яғни 4 метр біздің жағдайда. Ал енді ол адам қайтадан мына жерге келсе, оның орын алмастыруы, S1 болсын, S2, мысалға дельта x. Мына нүктеден алатын болсаңыздар, орын алмастыруы x3 минус x2 болады. Яғни 5 метр. Ал x1-ден x3-ке деп алатын болсаңыздар, x1-ден x3-ке дейінгі орын алмастыру бізде x3 минус x1, яғни 9 метр. Немесе бұл S1 қосылған S2. Келесі дистанция мен орын алмастырудың айырмашылығын түсіндірейін. Мысалы қараңыздар, A нүктесі бар, B нүктесі бар. Екеуінің арақашықтығы 10 метр болса, бір адам бұл жерге тігінен былай бара алады, немесе ол былайынан жүре алады. Мысалы қараңыздар, ол егер былай жүрсе, былай тігінен A нүктесінен B нүктесіне дейін баратын болса, мысалға бізде орын алмастыру S, xb минус xa, яғни 10 метрге тең. Және оның жүрген дистанциясы d, ол да 10 метрге тең болады. Ал енді қараңыздар, егер ол былайынан жүретін болса, оның орын алмастыру дәл сондай 10 метр болады, бірақ дистанциясы кішкене көбірек болады. Мысалға, допустим, ол жүрген кезде 20 метр жүрген болуы мүмкін. Тағы бір мысал келтіре кететін болсақ, бір адам шығысқа қарай 8 метр жүрсін, мына жерге дейін, және солтүстікке қарай 6 метр жүрсін. Оның жүрген жолы дистанциясы қанша болады? 8 қосылған 6, 14 метр. Ал енді оның орын алмастыру қалай болады? Мысалы, A нүктесі десек, мына жерде B нүктесі дейік, мына жерде C нүктесі деп алайық. A нүктесінен C нүктесіне дейінгі орын алмастыру қандай болады? Бізде мына арақашықтықты санаймыз. Ол бізде Пифагор теоремасы арқылы табамыз. Мына жер 90 градус болса, гипотенузаға біз S деп алайық. S тең болады, S-тің квадраты тең болады 8-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. Бұл бізге 100-ге тең. Яғни S неге тең? Түбір астындағы 100 бізге 10 метрді береді. Орын алмастыру мен дистанцияның айырмашылығын түсінген боларсыздар. Енді қазір сіздерге тұрақты жылдамдық, орташа жылдамдық және үдеуді түсіндірем. Тұрақты жылдамдық дегеніміз не? Мысалға, бір зат
адам болсын, көлік болсын, А нүктесінен Б нүктесіне дейін арақашықтығы 10 метр болса, және осында 1 секундта өтетін болса, тұрақты жылдамдықпен, оның жүрген жылдамдығы не болады? Мысалы, мынау S деп алайық. Жүрген жылдамдығы дельта X бөлінген дельта T, Дельта X дегеніміз бұл жерде S-қа тең, немесе былай алайық, XB минус XA, бұл позициялар, бөлінген дельта T. Дельта дегеніміз бізде ауысқанды білдіреді, ауысу дегенді білдіреді. Мысалы, уақыттың ауысуы. Бұл жерде 10 метр бөлінген 1 секунд. Енді қараңыздар, бұл дегеніміз 10 метр бөлінген секундты білдіреді. Енді егер бұны график түрінен көрсетсек, мысалы қараңыздар, сіздерге осындай график берілген. Мынау сіздерге позицияны береді, мынау сіздерге уақытты береді, мынау метрмен, секундпен. Әрбір бөлігі 1 секундты берсе, мысалы 1 секунд, 2 секунд, 3, 4, мынау 10 метр, 20 метр, 30, 40, Енді қараңыздар, кез келген зат, мысалға, позициясы 0 болсын, және уақыт 0-дан басталсын, мына жерден де, ол 10 метр секундпен жылжиды, мысалға, бізде графигіміз осындай болады. Бұның наклонениясы бар ғой, мұна бір. Бұның наклон дейді. Угол альфа болсын. Бұл бізде тангент альфа. Тангент альфа дегеніміз бізде қарама-қарсы катетті жанама катетке бөлген дегені береді. Бұл бізде, яғни жылдамдықты береді. Осы тангент альфа бізде жылдамдықты береді. Яғни, мысалы қараңыздар, біз мына бір промежутокты, және мына біреуді алатын болсақ, мына жердегі уақыт неге тең? 2 секунд, мына жердегі 30-дан 10-ды алсаңыздар, 20 метр, мына 2 секунд. Тангент альфа дегеніміз қарама-қарсы катет бөлінген жанама катет. Қарама-қарсы катетіміз бізге 20 метрді береді, жанама катет бізге 2 секундты береді, ол бізде 10 метр секунд. Келесі бір график. Бізде егер мынау байқаған болсаңыздар, X және T, ал бізде мынау қазір жылдамдық және уақыт. Мысалға, мына жерде 10 деп алайық, мына жерде 5 деп алайық. Метр секундты береді. Ал мынау бізге секундты береді. Ол мысалға тұрақты жылдамдықпен 10 метр секундпен былай қарай қозғалады. Мысалға мынау 1 секунд, 2, 3, 4 секунд. Мысалы 4 секундта өткен жолды қалай табасыздар? Мынаның ауданы табу арқылы. Мысалы қараңыздар. Бұл бізге обычный 4 бұрышты беріп тұр ғой. Ол дегеніміз аудан табу үшін мынаны не істейміз? Біз мынаған көбейтеміз. Ол бізде 10 метр секунд. Мысалы бізге S-ті табу керек. Жылдамдық көбейтілген уақыт болады да сонда. Мысалы қараңыздар. Бізде жылдамдығымыз мынау ғой. 10 метр бөлінген секунд көбейтілген. Бізде уақыт неге тең? 4 секунд. Мына жерде өлшем бірліктері қысқарады. 4 пен 10-ды көбейтсек 40 метрді береді. Бұны сіздерге не үшін айтып отырмын? Мысалы қараңыздар. Сіздерге басқандай бір график берілуі мүмкін. Мысалға,
жылдамдық және уақыт. Мысалға, сіздерге осындай бір не берді. Жылдамдық бұл жерде постоянный емес, тұрақты емес. Жылдамдық бұл жерде тұрақты болмаса. Мысалы, мына жерде бір уақыт берілген. Мына жерде уақыт тоже бар. T1, T2. Сіздер жай ғана мынаның ауданын табу арқылы бұның жүрген жолын таба аласыздар. Енді орташа жылдамдыққа келер болсақ. Мысалы, қараңыздар. Орташа жылдамдықтың формуласы ол жүрген жолы бөлінген уақыт. Мысалға, кез келген зат 3 позиция бар дейік. А, Б, С. Мысалы, мына бір зат, мына жерге дейін, мына дистанциямыз бізде 10 метр болсын, 8 метр болсын. Мына жерден мына жерге дейін V1 деген жылдамдықпен жүреді. Ол бізде мысалы белгісіз дейік. Бірақ бұл жолда 3 секундты өтсе, мына жерде уже басқа жылдамдықпен жүреді. V2 деген. T1 болсын, T2. Бұны да 3 секундта жүрсе. Мысалға да. Және бізге айтады, осы V1 және V2-нің орташа жылдамдығын табыңдар дейді. Бұндай жағдайда қалай табасыздар? Мысалы, жаңа формуланы қолданамыз. Орташа жылдамдықтың формуласы бізде дельта X бөлінген дельта T ғой. Мысалы, қараңыздар, бізде дельта X дегеніміз А нүктесінен С нүктесіне дейін да. Бөлінген дельта T. Мынау бізге неге тең болады? 18-ге тең болады. 18 метр бөлінген дельта T 6 секунд. Яғни орташа жылдамдығымыз неге тең? 3 метр секундқа. Тағы бір оңай мысал беріп көрейін. Мысалы, бір адам А нүктесі, Б нүктесі, С нүктесі және Д нүктесі деп алайық. Мына арақашықтықта общий арақашықтық 100 метр деп алайық. Мысалы, бір адам А нүктесінен Б нүктесіне дейін 4 секунд жүрді. Кейін мұнда келіп тоқтады. Бұл жерде 20 секунд бойы тұрды. Б нүктесіне жай ғана тұр. Жылдамдық яғни 0. Кейін Б нүктесінен С нүктесіне дейін 10 секунд жүрді. Және С нүктесінен Д нүктесіне дейін 16 секунд жүрген болса, бізде орташа жылдамдығымыз неге тең болады? Бізде общий жүрген жол неге тең? Дельта X бөлінген дельта T ғой. Общий жүрген жолымыз бізде 100 метр да. Ал общий жүрген уақытымыз қанша? 4 секунд қосылған, 20 секунд қосылған, 10 секунд қосылған, 16 секунд. Бұл дегеніміз бізде 30 қосылған 20, 50 секунд. Яғни оның жылдамдығы, орташа жылдамдығы 2 метр секундына. Тағы бір пример беретін болсам. Мысалы, қараңыздар. Бұл кішкене қиынырақ пример болсын. Бір көлік А нүктесінен Б нүктесіне дейін 10 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Б нүктесінен С нүктесіне дейін 20 метр секунд жылдамдықпен жүрсе, бізде мына арақашықтық белгісіз x1, мына арақашықтық x2 болсын. Және ол мына x1-ді және x2-ні бірдей уақытта жүріп өтеді. Түсінікті да? Мысалы, мына T1, T2 болса, T1 яғни тең болады T2-ге. Бізге тек қана жылдамдықтар белгілі. Бізден сұрайды, нені орташа жылдамдық неге тең. Бұны қалай тапсақ болады? Біз бағанағы формуланы қолданамыз. Бұл ортақ. Дельта X бөлінген дельта T.
бұл жерде дельта x неге тең болады? Мысалға x1 бұл негізі x деп берілмеу керек, s1 s2 деп берілу керек. s1 қосылған s2 бөлінген уақытымыз неге тең? t1 қосылған t2. Дұрыс па? Енді қараңыздар. Бізге s-тар белгісіз, t-лар белгісіз. Біз бұны қалай табамыз? Біз бұның барлығын жылдамдыққа ауыстыруымыз керек. Бірақ қалай ауыстырамыз? Мысалы қараңыздар. Біз мынау бір-біріне тең дедік, бұны бір t деп ала салайық, жай ғана t. s1 қосылған s2 неге тең болады? 2t-ға, екеуі тең ғой? Қосқан кезде 2t болады. Тең болады. Енді мынаны ашсақ, мынаны бөлек-бөлек бөлсек, s1 бөлінген 2t қосылған s2 бөлінген 2t. Дұрыс па? Мысал қараңыздар, мынау бізге нені береді? Бірінші жылдамдықты, мынау бізге екінші жылдамдықты береді. Яғни, ол дегеніміз v1 бөлінген 2 қосылған v2 бөлінген 2-ге тең. v1 қосылған v2 бөлінген 2. Сонда, егер бізде уақыттары тең болатын болса, жүрген жолдардың, v ортақ неге тең болады екен? v1 қосылған v2 бөлінген 2. Сонда, v1 бізде 10, v2 бізде 20 бөлінген 2. Бұл бізге нені береді? 15 метр секунд. Келесі бір мысал бере кетейін. Бұл жерден қараңыздар. Бір машина А нүктесінен Б нүктесіне дейін 20 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Б нүктесінен С нүктесіне дейін 30 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Бірақ бұл жерде біздің шартымыз бойынша не? S1 тең болады S2-ге. Оны бір S деп алайық. Бұлар белгісіз тағы да. S белгісіз, уақыттар белгісіз. Енді қараңыздар. Бізге бұл ортақты тапсын дейді. Біз қалай істейміз? Қараңыздар. В ортақтың формуласы неге тең? Дельта x бөлінген дельта t. Мысалы, дельта x бізде бұл жерде S1 қосылған S2 бөлінген t1 қосылған t2. Бізде тура бағанағындай жағдай. S1 мен S2 белгісіз, t1 мен t2 белгісіз. Бірақ біз білеміз, что S-тар бір-біріне тең екен. Мысалы, S1 қосылған S2 бізге 2S-ті берсін, бөлінген t1 қосылған t2. Қараңыздар, t1 бізге неге тең? S1, яғни S бөлінген v1. Ал t2 бізге неге тең? S бөлінген v2-ге. Енді біз не істейміз? Мысалы, қараңыздар, мына t1 бар ғой, соның орнына мынаны қойсақ болады. S бөлінген v1-ді қойсақ болады. Ал мына t2-нің орнына S бөлінген v2-ні қойсақ болады. Осы жерден 2S бөлінген. Мынаны ортақ бөлінге келтірейік. Мынаны не істейміз біз? v2-ге көбейтеміз. Мынаны v1-ге көбейтеміз. S көбейтілген v2 қосылған S көбейтілген v1 бөлінген v1 көбейтілген v2 ғой. 2S, ал мынау екеуі болса, бізде жоғарға кетеді. v1 көбейтілген v2 бөлінген. Бізде мына S-тарымыз ортақ болды. v1 қосылған v2 тең болады. Бұл ортақ ары-қарай жалғастырып жатырмын. Қараңыздар, осы жерден мына екеуі қысқарады. Сонда бізде не қалады? 2 v1 көбейтілген v2 бөлінген v1 қосылған v2. Сандарды орнына қоятын болсақ, 2 көбейтілген v1 бізде 20, v2 бізде 30 бөлінген, екеуін қоссақ 20 қосылған 30. 1200 болады үстінде, ал астында 50 болады. Бөлсек 24 метр секундына. Яғни, егер сіздерге осында бір есеп келсе,
тесттаған немесе басқандай бір сіздер мысалы s-тары жүрген жолдары тең және жылдамдықтарын тап десе, сіздер осы формуланы қолдансаңыздар болады.